Сонда Лермонтовтың несіне келгенде қиын бір уайым, қиын бір не болды сонда. Анау әл экскурсия өткізетін адам кішкентай бизнес жасайтын сонда не фотография жасайды, групповая фотография. И жалғыз. Сұрасам, ақша үшін, конечно, сөзсіз. Сонда соның фотоаппаратта жалғыз кадр қалыпты. Ол маған қарап тұр. Соның қасында тұрған фотографта? Иә. Ескерткіш? Ескерткіштің несі. Сонда қалған адамдар келіп, бізде түсіріңдер десе, жоқ, менің жалғыз кадрым қалды, басқа фотограф өздерінде десе, басқа фотографтар жоқ бүгінде. Деген мен түсініп, ол мені күтіп тұрған екенмін. Мен қасына келдім, ол бұлай көздеді, фото шыға ма, шықпай ма, мен түсінбедім. Қазір не күткені, бұл қосылып, ашық болмайтын шығар деп сөзін айтып, мен кішкене күте тұрмыз, қазір күн ашылып кетеді деп. Маған жалт қарады, бірақ ешқандай не жоқ болған жоқ түрінде. Жарайды деп, оның өзінің несін, бір немесін жинап сөйтіп біткенше күн ашыла салды. Сонда фотода жарқыран күнде мен тұрмын. Үстімде пальто шинельге ұқсайтын. Жалаңбас. Сол фото сурет осы жерде бір жерде іздеуге болады. Неше жастасыз? Сонда мен 45 жастамын. 45 жастамын. Сонда тағында бір ғажайып болды сол Кавказда. Сонда соны Лермонтовтың сол жерде мерт болған жерінде сонда ескерткіш тұр. Бұрынғы соның жерде жерленген жері. Содан апасы келіп алып кетті ғой оны өзінің туған жеріне. Сонда тағында сол бұрынғы өмірлерден оқиға тағында соны орындалды.